Іздейміз тағы да күн сайын. Әріптестер, қадірменді ата-аналар, оқушылар, сіздерді мектеп әкімшілік атынан 1 қыркүйек білім күнімен құттықтаймын. Әлемдік өркениетке бет алған бүгінгі қазақ елінің болашағы білім мен тәрбие алауын жатқан мектеппен тікелей байланысты. Пандемия кезеңінде төтенше жағдайына қарамастан өткен оқу жылында алға қойған міндеттердің нақты іске асырылып жетістіктерге толы табысты жыл болды деп есептеймін. Атап айтсақ, 2019-2020 оқу жылында біздің спортшыларымыз Азия чемпионатында 5 алтын, 4 күміс, 8 қола медальға ұтып алды. Оқу жылының қорытындысы бойынша біздің спортшыларымыз ресми республикалық және халықаралық жарыстарда 161 алтын, 123 күміс, 133 қола, жалпы 417 медаль алғандығын атап кеткім келеді. Қысқы жазғы спорт түрінен 245 спортшымыз Қазақстан Республикалық ұлттық құрама командаларының қатарына кірді. Олардың ішінде 43 спортшы негізгі құрам, 125 спортшы жастар құрамы және жасөспірімдер құрамында 77 спортшы 62% құрады. Спорт түрлерінен спорттық разрядтарын орындап 110 спортшы оқушыларымыз Олимпиада даярлық орталығы құрамына енді. Соның ішінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері 7 баламыз, 27 спорт шебері және 19 спорт шеберіне үміткер. Құрметті спортшы оқушылар, биылғы жаңа оқу жылында үлкен жетістіктерге жетуге тілектеспін. Қадірменді ұстаздар, ата-аналар, биылғы жаңа оқу жылы ғашықтықтан бастап отырмыз. Осындай кезеңде сіздерге осы індетке байланысты қалыптасып отырған аса күрделі ахуалға байыпты төзіммен қарауға шақырамын. Биылғы жылы мектеп табалдырығынан алғаш аттанған спортшы оқушыларымыздың қадамы Қазақстан Республикалық Конституцияның 25 жылдығы тойымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл да есте қалар жағдай. Мектебімізде оқуға түскен оқушыларымыз талабы 10 қадамы құтты болсын. Құрметті әріптестер, президентіміз Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын білім сапасын арттыруға шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті оқушылар, ел ертеңі сіздерсіңдер. Жаңа оқу жылы толағай табыстарға, жаңалықтарға толы болсын. Сәтті сапар. Құрметті оқушылар, сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар және ата-аналар, сіздерді бүгінгі жарқында қуанышты мереке білім күнімен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың, әсіресе балалардың көптен күткен мерекесі. Биылғы жылы бүкіл әлемді дүр сілкіндірген коронавирус пандемиясы білім күнін қашықтан өткізуге мәжбүр етті. Бұл індет ешкімді бейжай қалдырмағаны анық. Дегенмен де әрбір адамның өміріне ерекше әсер қалдыратын осы күн еліміздің барлық тұрғындарын басын біріктіретін күн. Баршаңызды білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктермен ізденіс, шығармашылық табыс пен мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, қымбатты оқушылар, ата-аналар, сіздерді бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Пандемия кезеңінде коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатындағы төтенше жағдайда дәстүрлі салтанатты жиынымыз болмаса да, онлайн режимде бүгінгі қуанышты күні, яғни білім күні сіздерді құттықтауды жөн санадық. Өйткені бұл күн тек қана мереке емес, бұл біздің еліміздің болашағы тәуелді болған, қызу қайнаған жауапты кезең бастамасы.
дәл осы күннен бастап алғашқы қоңырау үнімен әр адамның жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Баршаңызды білім күнімен құттықтай отырып, мықты денсаулық, оқуда озат, еңбекте алда болыңыздар деп тілектестік білдіремін. Мереке құтты болсын. Мектебім аяулы